Жүрмеде жатып қалдық. Міне келдік. Фу, мына жерде немене? Мынау қарасайшы, мынау не өзі? Бұл не ғой, нан ба қандай да сондай бір бәле пісіретін не ғой? Қашым сондай бір нәрсе. Крантың қара жан. Енді ауыл сондай болады ғой. Фу, сасып атыр бірдеңке. Мен бұндай жерде тұра алмаймын. Туы қойшы, жүр әне, отыр екен ғой ана жерде өздерінде. Балам кеп қапты ғой менің. Ой, анашым, қалайсыз? Жақсы балам, үй жаным, сол сағынып қалдым ғой сені. Той, неге келмейсің, а? Мен сені сағынып қалдым ғой. 2-3 жыл болды келмей жүргендеріне. Кешіріңізші мам, енді жұмыстарым шығып қалды. Нені шашың өсіп кеткен? Той, мам, енді қоя беріңіз. Жүр, алып берем шашыңды. Жо, мам, қоя беріңіз. Мен қазір ауылға келіп те, ауылда да жұмыс істеймін деп жатырмын ғой мен. Балам, сен сағынып кеттің. Болды, ауылда жұмыс істемейсің. Сен только үйде жатасың. Жарайды, мам, үй жаным сол. Оля, қалайсыңдар, қалайсыңдар? Жақсысың ба? Жақсы, жеңгелерім. Келін қайда? Келін міне, көрінбей жатыр ма? Саламатсыздар ма? Мынау точно келін ба? Иә, мам, келін. Ұнамай қалды ма? Бұндай емес еді ғой келін. Шашы ұзақ еді ғой. Шаш не қиып тастаған? Енді өзі қиям деп қоймады. Шашымды ұзын қылып өстіргім келмеді, апа, кешіріңіз. Неге маған онда сәлем бермей тұр? Сәлем берсейші? Сәлем бердік. Енді ма? Жарайды. Бар, киіміңді ауыстырып кел. Көрмейін андай киіміңмен. Жарайды. Беріңдер. Жарайды. Жүр. Жөні түзу киім беріңдер наған, орамал тақсын сосын басына. Бетінде бояқтарын өшірсін. Немене ол? Бар, балам, сенде. Жөн. Анашым, не болып қалды сізге, мам? Ой, ана қыздың киімінен нервім шығып кетті. Просто менде сондай қызым бар еді бұрында. И соны таяқпен сабасам да қоймады ғой. Әйтеуір бұны да сөйтейін ба деп тұрмын. Ой, апа, қойыңыз. Оля, таяқпен сабайын ба дегенес? Бұл келін әрлақ үйрен кетеді, бұл келін ғой. Ол қыз еркелеп өскен қызыңыз. Соған бір түрлі болып тұрмын ғой менде. Жүр, міне біздің бөлмеміз. Мәна, біздің бөлмеміз ба точно? Мәна, бөлме әдемеді ғой, не нау? Нау не түсіп қалған, нау не? Анау не кір? Не бұл? Нормально ғой. Өзіміз 3 жыл, 2 жыл кемегеннен кейін осындай қайрап қалған шығар. Жан, мен мына бөлмеде тұра алмаймын, мына бөлмеге ремонт қажет. Ой, жан, мен де ремонтты қақ ортада не істейсің? Бірінші орналасып алайық, жайғасып алайық, киімдерімізді қояйық. Той, жан, мен мына бөлмеде тұрмаймын, не нау? Фу, сасып атыр сосын бірдеңке. Мен андай желдеткіш алып келіп едім, соны қосып қойын ба? Сөйт или? Біреуіне косметика толтырып алған соң сен бір чемодан қылып. Жарайды, соны шығарып қойыншы. Заттарымызды орналастырайық. Болды, жан. Бір болмай аттымшы. Не? Светильник қой өйтіп жанады. Мына жерге қою керек. Или мына жерге. Болдық па, жан? Киімді ауыстырып алайық енді. Міне келін. Мына орамалдар дегенде таптым. Рахмет, жеңге, сізге. Оқас жоқ. Әйтеуір әрең дегенде таптым ғой осы орамалда. Енді жүр шығайық апамның қасына. Жүріңдер. Келіндер. Болады екен ғой, орамал тағып, көйлек киіп жүрсең болады екен.
иә, әже. Олай, апа дегенмін ғой. Әже деген несі? Кешіріңізші, өтінемін. Мен мына жерге отыра салайын. Жоқ, мына жерге отырайын. Келін, мына жерге отырмайсың ба? Шай қойып отырасың ғой. Ойбай. Сөйтсейші. Шайдан қояйын, я, шай? Конечно, қой. Бокалдан алып алыңыздар. Қазір көресің, апсын. Ол шай құя алмайды. Иә, көреміз. Міне, шай құяйын. Ей? Шай немене? Не ну? Толтырып қойғаның. Жақтырмай отырсың ба адамды? Айттым ғой мен саған, бір ұрыс болады деп. Сен палшы екенсің ғой, таза. Не ну шайың, а? Құйынан дұрыстап, мә? Кешіріңізші, білмей қалдым. Құй дұрыстап. Не? Маған сонша қарап қалыпсың ғой. Кешіріңізші. Болмам, ұрса бермеңізші, дастархан уақытында тыныш отырып. Балам, сен тыныш отыр, араласпай. Бірденге анау жоқ па? Өзі жейтін нәрсе жоқ па? Бүгін жоқ жейтін нәрсе. Не жоқ, ақша жоқ бізде. Сондықтан да жоқ. Мен берейін ба, әкеп бересіңдер ма? Өзің әкел бар. Әкеп бересіңдер ма дегенес? Кешіріңіз. Жарайды, өзім әкеп берейін сіздерге. Айттым ғой, бір ұрыс болады деп. Ішім сезілген ғой менің негізім. Сен палшысың ғой, таза. Иә, мен палшымын. Не болды?